Дәулет ағамызға рахмет. Біздің алтын ағатайымыз осындағы қазақтың батыры. Мінекей Жақсылық Шебіров атамыздан кейінгі қазақ еліне үлгі азаматтардың бірегейі Болат бауырым келіп отыр, басқа азаматтар келіп отыр. Құрметті жігіттер, енді біз азаматпыз ғой, өмір осымен тоқтап қалмайды, өмір осылай жалғасады. Аға ретінде өздеріңізге қарағанда бірнеше көйлекті тоздырған азамат ретінде бірнеше сөзді сіздерге айтқым келеді. Соны жадыларыңызға сақтап алыңыздар. Мынау Бауыржан Момышұлы атамызды жақсы білесіздер ғой. Қазақтың батыры, жақында ғана президентіміз осындай халық қаһарманы беріп жатыр. Шіркін-ай, сол тірі кезінде алса ғой деп те жаңағы бір армандайсың, бірақ анау Қасым Қайсенов айтады ғой, ол Алла тағала сондай жаратқан дейді Бауыржан Момышұлын. Ол тумысынан, болмысынан батыр дейді. Ал анау Рахымжан Қошқарбаевты ол көзсіз батыр дейді. Қасым Қайсенов осының кезінде Райымбек Қабанбай, Бөгенбайлар болсын, барлығы осы біздің бабаларымыз. Олардың барлығының қаны сендердің бойларың ағып жатыр жігіттер. Барлығының қаны бар. Қазір түбін қазса Найман болсаң Қабанбайсың, Арғын болсаң Бөгенбайсың, Кіші Жүз болсаң Исатай мен Махамбетсің, Албан болсаң Райымбексің деген сияқты. Соның барлығы біздің бабаларымыз. Біз ешқашан ұялуға болмайды, төмен қарауға болмайды. Құдайға тәубе, әлемді билеген кездеріміз болған, әлемді дүр сілкіндірген кездеріміз болған. Ол тарихты білу керек. Неге? Өйткені тарихты білу деген нәрсе сенің болашақтағы қадамыңда нық болады. Яғни тарихта қандай болдың, қай кезде әлсіредің, қай кезде мықты болдың, сенің жауың кім, бәрі тарихта тұр. Ол айналып келе береді. Әр ғасырда сол жауың сол жау болып қалады, досың сол дос болып қалады. Қайерде қателігің деген сияқты. Сондықтан өзіңнің өміріңе анализ жаса. Кешегі өміріңе өкінбе. Ертеңгі өмірді күтпе. Бүгін сенің уақытың, бүгін өзіңе көңіл бөл. Бүгін оқы, бүгін тоқы, бүгін спортпен айналыс. Осы күні сендер үлкен берекелі істесіңдер. Өйткені мынау елін қорғап, шекарада тұрып, сол шекараны күзеткен көз дейді мынау. Оның сауабын айтып жеткізу мүмкін емес. Яғни шекараны күзетуші, елді күзетуші, елдің тыныштығын күзетуші әр сарбаздың әрбір қадамдарына үлкен сауап жазылып жатыр. Мен соны айтқым келеді. Одан кейін сендердің достарың, жігіттер, қазір жаңадан азаматтар 17, 18, 19 азаматтар. Сендердің ана достарыңның көбі құрбыларың, бірге өскен азаматтар, мысалы қазір қалада не әскері жоқ, не оқуы жоқ, ата-анасына масыл, кальян шегіп, темекі тартып, что там брат деп қызға барып, анда барып, мында барып, шыны керек. Қаңғып жүргендер қаншама. Еліне масыл, ата-анасына масыл, мұғалімдерге масыл, мысалы. Ал оның қасында кетіне бір жыл мына жерде кәдімгі тәртіппен ер азамат сияқты Астанада, Елордада службада болу үлкен бақыт деп айтуға болады. Бауыржан Момышұлы атамыз осы анау 42-ші жылы осының Волоколамск деген тас жолдың кітабы шығады. 42-ші жылдың аяғында, 43-шінің басында деген сияқты. Сол кезде Бауыржан Момышұлы анау жақта немістермен шайқасып жатыр. Сол кезде Бауыржанның кітабы шығып, өзі айтқандай, менің атағым глобусқа кетіп қалды дейді. Атағы таралып кеткен кезде соны көре алмай осы жақтан Бауыржанның атынан арыз жазады. Бауыржанды көрмеген, тек қана кітабының атағының дүрлеп кеткеніне бола қызғанып арыздар жазылады. Сол кезде Мәскеуден хабар келеді. Ана Бауыржан Момышұлының атынан осындай командир батальона арыз келіп жатыр, бар тексеріңдерші дейді. Орталық комитетке келеді. Орталық комитеттен Мұхамеджан Әбдіқалықов деген кісі бұл арнайы тапсырмамен орталық комитеттің анау Бауыржан Момышұлы соғысып жатқан жерге барып Бауыржан атамыздың қасында болады. Бір ай зерттейді, шынымен Бауыржан Момышұлы осындай ма, осындай емес па деген сияқты. Бір айдан қайтып келеді да, комитетке былай да жауап береді. Бауыржан Момышұлының атынан жазылып жатқан арыздардың бәрі жала, өтірік екен, өз көзіммен көрдім дейді. Оның дейді, отанға деген құрметі, батырлығы, мәрттігі, жігіттігі дейді, ол деген өлшеусіз дейді. Бауыржанның отанға деген махаббаты, ал Бауыржанның әскерінің Бауыржанға деген құрметін ол көзбен көру керек. Бауыржан Момышұлының атына жазылған бүкіл арыздардың жала дейді да, бәрін жоққа шығарып,
бүйтіп айтады, Бауыржан Момышұлының жақындағынан омыртқасынан оқ тиген, оны елге алдырмайтын болсақ жағдай қиын болады деп, Бауыржан Момышұлына 43 жылдың аяғында елге алдырады. Бауыржан Момышұлы атамыз 43 жылы 33 жастағы жігіт елге келген кезде 2-ші вокзалдан Алматы қаласынан Мұхтар Әуезов бастаған қазақтың зиялылары күтіп алады. Сөйтіп Бауыржан Момышұлы ауруханаға жатып емделеді. Емделіп жатқан кезде газеттерді оқып, неге мына қазақтың тілі шұбарланып жатыр, неге осылай болып жатыр деп, ана Мәскеуге өзінің сөздерін жазады. Ауырып жатыр, емделіп жатыр, бірақ қазақтың өзінің тілін уайымдап жатыр сол кезде. Одан кейін барып, Бауыржан Момышұлы атамызды Мұхтар Әуезов қонаққа шақырады. Үйіне қонақ болады. Кейін сол қонаққа болған кезде бір-екі біздің сол кездегі жаңа интеллигенция Бауыржанды кемсітіп, тілмен Бауыржан Момышұлы ренжіп кетіп қалады Мұхтар Әуезовтің үйінен. Шығып бара жатқан кезде Мұхтар Әуезов басты көтеріп, қойдың басына кіріп бара жатады үйіне. Сол кезде жаңағы Бауыржан Момышұлы айтады: "Ей Бауыржан, айналайын шырағым, не сені шақырып отырмын ғой міне. Мына қазақтың кәдесі бар, мына бүкіл асылған ет құрмет саған" деп. Сонда құрметті Мұхтар Әуезов дейді: "Қонақты таңдап шақыра алмағаныңыз өзіңізден көріңіз" деп, ана бір беткей батыр ана жақтағы Бауыржанды кемсіткен сөзге ренжіп, қасындағы досымен шығып кетеді ғой. Сонда Мұхтар Әуезов айтады: "Бауыржан, сен шырағым, досыңнан қас шығарып жүретін жігіт екенсің" дегенде ана сөз естіп тоқтап қалдым дейді ғой. Бір аяқ киімді киіп қойдым, қайту бекер дейді да, содан шығып кеттім дейді. 3 күннен кейін Мұхтар Әуезов мені іздеп келді үйге дейді. Үйге келеді, келгеннен кейін мен анау өзімнің жаңағы неден соғыстан бірнеше дәптер алып келген, мынандай қалың дәптерлер, бүкіл жазып жүрген, әр күнде, әр уақытта соғыстың тактикасын жазып жүрген карталары болған. Соған қарап отыр едім, есі тақылдады, барып ашсам Мұхтар Әуезов келіп тұр дейді. Өте қарапайым кісі екен дейді, парасатты, жаңағы қарапайым. Содан келді: "Бауыржан, шырағым, өткенде ренжіп қалдың ба?" деп. "Жоқ, әуке, жаңағы мұқа ренжімедім, бәрі дұрыс" деп. "Мынау не депті? Бұл дейді өзімнің жаңағы карталарым, соғыс карталарым, мынау менің дәптерлерім, осындай соғыстардан жазып жүретін жерім бар. Қолымнан қарудан қолым қалтайта қалса қалам алам деген өзімнің ұстанымым бар, жазып жатырмын" депті. Бауыржан" депті, "мына алмағайып заманда өмір сүріп жатырмыз шырағым. Сен мынаны оқып келсейші бізге. Мен ана Қанышқа айтайын, Сәтбаевқа, Ғылым академиясының президенті, мен ана бүкіл интеллигенцияны жинайын, қазақтың қаймақтарын сен бізге оқып бер" деп, 1944 жылдың басында Ғылым академиясында 33 жасар Бауыржан Момышұлы, Мұхтар Әуезов, Қаныш Сәтбаев, Ғабит Мүсірепов, Ғабиден Мұстафин бастаған қазақтың бүкіл интеллигенциясына 6 күн қатарынан күніне 5 сағаттан лекция оқиды. Сол кезде мына қанмен жазылған деген кітап бар. Сол қанмен жазылған деген кітапты жаңағы екі қызды арнайы неге отырғызады, машинкаға тарсылдап жазып алды екі қыз. Бауыржан Момышұлы мына жерде лекция оқып отыр. Мына жерде қазақтың қаймақтары отыр. Кейін бір қызық әңгіме, Мекемтас Мырзахметовке айтады дейді көкемізге: "Мекемтас" деп, "ана екі қыз" деп, "маған ғашық болып қалды" деп айтады дейді. Ауыздан қырып мен сөйлеп жатқан кезде мына кітаптың ішінде бірталай сөз жазбай кетіпті деп айтады дейді да жаңағы. Бауыржан Момышұлы өте андай красавчик болған өзі, түрде красавчик, жүректе красавчик, рухта бар, духта бар қазақтың бір батыры, болашақ бұрынғы батырлардың сарқыншағы, былай айтатын болсақ. Кейін кітапты өріп, жаңағы кітаптың ішінде кейбір сөздер қалып қалған, екі қыз ауыздары ашылып, деген не қылып қалған жаңағы. Содан енді ойлаңыз, әскерде жүр өзі, бірақ қандай нәрсе жасап жатыр да. Содан бір кезде неге Жуалыға барады. Жуалыға барып халықпен кездеседі. Сол кезде мына жерде партия, құдай жоқ, өкімет деген осындай, жаңағы Ленин, Сталин деп жатқан кезде Бауыржан Момышұлы мұнда отырады да, бір кезде бағанағы партияның басшыларының сөзін бөліп жіберіпті. Ана Бауыржан мақтап жатқан кезде. Мына жерде отырған Бауыржан Момышұлы анау жақтағы көкесіне: "Ей көке" депті, "сіз неге менің әкемнің басына барып Құран оқымадыңыз" деп айтыпты ғой. Аналар құдай жоқ деп отыр. Папаң шипанзе, мамаң горида деп жатқан кезде, мына кісінің айтып отырғанын қара. Халықтың рухын көтеріп жатыр да. Содан отырған ақсақал сасып қалды: "Ей Бауыржан шырағым, биыл қыс қатты болды. Шана барамады бейіт басына, Құран оқи алмадық" дегенде. "Көке, сіздің сылтауыңыз ол емес қой. Сіздің сылтауыңыз мыналар ғой" депті жаңағы. Құдай жоқ деп жүрген, Құран оқыма деп жүрген, құдай жоқ дегендері боқ жепті деп айтыпты ғой.
егер шынымен Құдай жоқ болса, мен ысқырған от пен оттың ортасынан мен аман келем бар деген екен да. Міне сөйтіп кейіннен жолда осы не бітеді жиналыс. Бір кезде анау жерден шығып бара жатқан кезде бір жеңгесінің етегіне оралған бір баланы көреді. Жас бала, бір 5-6-7 жастағы. Бір кезде ана баланың көзіне Бауыржан Момышұлының көзі түседі. Бауыржанның көзіне баланың көзі түседі. Сонда ей жеше депті жеңгесіне, ей жеңге, мына баланы өлтіріп алма, мына бала адам болады деп айтты дейді. Соғыс кезі ашаршылық бар. Кеше ғана жаңағы репрессия өтті, 32-37 өтті деген сияқты. Мына баланы өлтіріп алма жеңеше, мына бала адам болады деп. Сол бала кім екенін білесіздер ме? Шерхан Мұртаза. Ана баланың көзіне қарап болашақта кім болатынын білді да. Сондықтан мына жігіттерімізді қазір көзіне қарап отырып, болашақта мысалы осы баланың көзі жанып тұру керек, ер азаматтың. Көзінде дух болу, рух болу, жанып тұру керек ер азаматтың. Ер азамат деген кім? Ер азамат жауапкершілік оның бір аты. Еліне жауапкер, ата-анасына жауапкер. Болашақта үйленген кезде әйеліне, отбасына, бала-шағасына бәріне ер азамат жауап беру керек. Ал ер азаматтың қолынан осы жауапкершілік деген міндет кеткен кезде, міне қоғам әлсірейді, бүгінгі таңда өздерің көріп жатқандай. Сондықтан барлықтары мықты болулары керек. Содан Бауыржан Момышұлы елге келеді жаңағы. Бір кезде соғысқа қайтадан аттанайын деп жатқан кезде Сәбит Мұқанов айтыпты. Бәуке депті, біз бір нәрсені дұрыс істемедік депті. Нені депті? Біз ана Жамбыл Ақсақал бар ғой, Жамбыл Жабаев, сол кісіге баруымыз керек еді. Жүріп мен сені алып барайын. Жамбыл Ақсақалдың батасын алайық депті. 1944 жылы Жамбыл Ақсақал 98-99-да. Жамбыл атамыздың атағы деген кеткен, дүрілдеп кеткен жаңағы. Жамбыл Ақсақалға барамыз дейді, Ұзынағашқа барсақ, үйіне мен ойладым дейді, Жамбыл Ақсақал деген бір еңгезердей үлкен кісі екен десем, бармақтай ғана қара шал екен дейді, кішкентай. Бүк түсіп диванда жатыр екен дейді. Содан бір кезде Сәбит Мұқанов барыпты да, ай жәкем депті, мына сізге қазақтың батырын алып келдім, Бауыржан Момышұлы деген деп. Жамбыл Ақсақал бір кезде диванға отырды дейді, кішкентай ғана қара шал маған қарап отыр дейді. Кім дейсің? Қазақтың батырын алып келдім, міне осындай деп жаңағы. Бір кезде айтты дейді, мынау қазақтың жаңағы немістерді қырып жүрген атақты Әзірейіл батыр осы деп айтыпты. Бір кезде мені көзіме қарады дейді, Жамбыл Ақсақал. Қараған кезінде мен оның сынап тұрғанын білдім дейді. Мен де қабағым жатып Жамбылға қарадым дейді. Көзі өткір ғой Бауыржан Момышұлының. Сөйтсе Жамбыл Ақсақал айтады дейді, батыр болса батыр шығар, қызталақ көз жаман екен деп айтады дейді. Содан бір кезде қайтадан сұрақ қойды, ей батыр депті, сен батыр болсаң, анау сұраншы мен өтегеннен асқан батырсың бе деп сұрақ қойды дейді. Бауыржан Момышұлы, жоқ Ақсақал, мен сұраншы арқараған өзен болса, мен соның тамшысымын, ал өтеген жалындаған от болса, мен соның ұшқынымын деп жауап беріп едім. Мына қызталақтың көзі ғана жаман десем, сөзінде бір нәрсе бар екен дейді. Бүгін үйге қонақ болыңдар деп жаңа үлкен бір қошқарды сойды дейді. Қошқарды сойып, бата беріп, бір кезде батаға қошқарды алып келді дейді. Сол қошқарды алып келген кезде дәу мүйіз қарағай дейді. Ал кім бата береді дегенде Жамбыл Ақсақал Сәбит Мұқановқа қарап, палуан деп, сен бата бересің ба, батырың бере ма деп. Жоқ, ата сіз беріңіз деп. Сонда Бауыржан Момышұлыға қарап тұрып, Жамбыл Ақсақал былай деп бата берген екен. Батырдың жолы болсын, самсаған қолы болсын, түсі де суық екен, ісі де долы болсын, әумин деп айтты дейді. Енді қараңыз, осы батаны кейін ғалымдар айтады. Батырдың жолы болсын деді, соғысқа барды, аман есен қайтып келді. 5 рет қоршауда қалды, 205 рет немістермен былай шайқасқан. Сонда ажал деген нәрсе, жалпы соғыс адам өлтірі ма? Жоқ, өлтірмейді. Қара жол қырғын кеседе ажалы келмеген өлмейді дейді. Сонда батырдың жолы болсын дейді. Екінші, самсаған қолы болсын дейді. Қазақ тарихында дивизия басқарған жалғыз командир кім? Бауыржан Момышұлы. Самсаған қолы болды ма? Болды. Түсі де суық екен, ісі де долы болсын деді. Міне, осы кезде Бауыржан Момышұлының батырлығына баға берді, және ғалымдығына баға берді. Бауыржан Момышұлы тек қана батыр емес, қан майданда шайқасқан. Ол кейін кітап жазған кезде, ол бүкіл ғалымдардан озып кетті да, мысалы. Ғалымдығы да басым. Міне, сөйтіп кейін тамақ келді дейді, ет талдыға қойды дейді мына жерге. Бір кезде елдің бәрі жаман, тамақты ұрып жатыр дейді. Сәбит Мұқанов екі қол салды дейді, былай ашты да тамақты ұрып жатыр дейді. Бауыржан Момышұлы, мен тамақ жемей отырмын дейді, былай.
бір кезде елдің бәрі байқаған жоқ, Жамбыл ақсақал байқап қойды дейді. Палуан депті Сәбит Мұқановқа, ана қызталақ неге ет жемей отыр депті. Бауыржан, тамақ алсайшы депті Сәбит Мұқанов. Жоқ, ақсақал, мен тамақ жемеймін, мен тамақ жеу үшін келгенім жоқ, мен бұл жерге Жамбыл ақсақалдың батасын алайын деп келдім. Ертең мен соғысқа барамын, сол әскерге айтамын, мен жаңағы стакан берші, бос бересің. Мен әскерге барған кезде Жамбыл ақсақалдың батасын алдым деп айтамын. Екінші, Жамбыл ақсақалдың сарқын іштім деп айтамын. Мына сорпаға сақалым матырып берсін деп сорпасын беріпті, бір кесе сорпасын. Сөйтсе не дейді депті, Жамбыл ақсақалға сорпаға сақалым матырып берсін деп жатыр деп Сәбит Мұқанов айтып жатыр дейді. Сөйтсе айтады дейді, ол батырға былай деп айт, қызталаққа, сорпаға сақалым матырып беретін мені теке дейсің ба деп айтады дейді. Әпкел бері деп жаңа бармағын матырып бір оттатта маған берді дейді. Сөйтіп Жамбыл ақсақалдың батасын алып соғысқа қайтты. Неге мен мұны айтып отырмын жігіттер? Өйткені Бауыржан Момышұлы деген кісі, міне, ол да сіздер сияқты азамат болған, сіздер сияқты әскери киімде болған, бірақ сол әскерге барғаннан экономист болды, ауылдың әкімі болды, бухгалтері болды, ороженовтың көмекшісі болды, поштальон болды, бүкіл істе болды да. Бірақ оның бақыты қайда екен? Бақыты отанға қызмет етуде. Яғни отан үшін отқа түс күймейсің дейді. Ер азамат өзінің мықтылығын қай кезде көрсетеді? Басына іс түскен кезде, отанға қиындық келген кезде. Қиындықтан ер мықты болады екен. Анау Болат қойнауда шынығады, батыр майданда шынығады дейді. Болат Темірді ұры бұрып, жаңағы шойынды Болат қыламыз ғой. Дәл сол сияқты ертең мына әскерді бітіріп кеткеннен кейін бүгінде күн суық болуы мүмкін, таңертең 6-та тұрасың, жүгіресің, оның барлығы сендерге мектеп. Егер де осы мектептен өткен бала, осында жетістікке жеткен бала, ол ертең ана жаққа барған кезде де ол жетістікке жете алады. Ол мектептен өткен бала, өзін жігерлей білген бала, ертең тағдырдың қиыншылығы енгенде сынбайды. Сондықтан ер азамат ешқашан сынуға болмайды. Ертең әйелің бірдеңе деген кезде ішіп кетсең болмайды. Ертең бизнесін жүрмей қалған кезде бомж болып кетуге болмайды. Ертең бірдеңе болған кезде жаңа наркоман болып кетуге болмайды. Сондан сенің өзіңнің пікірің бар, сен өзің азаматсың. Анау сақтардың патшасы анархист деген болған, соның сөзі бар. Маған елім қайғы дейді, ал сен еліңе қайғысың дейді. А сен наркоман болсаң еліңе қайғысың. Сен арақ ішсең, сен бомж болсаң, сен ез болсаң еліңе қайғысың. Әйеліңмен ажырасып, ана балалар ертең ана жаққа кететін болса, 4-5 бала жетім қалса, тірі жетім, сен еліңе қайғысың. А сен еліңді уайымда, ата-анаңды уайымда, көмектес, қайтпаңдар, мықты болыңдар. Өмір деген нәрсе уақытша, бір рет беріледі. Бірақ сол өмірді абыроймен сүру керек. Ешқашан арақ ішпеңдер, ешқашан темекі тартпаңдар, қайдан шекпеңдер. Насыбай, неше түрлі өзін денсаулық кетіретін нәрсе жоламаңдар жігіттер. Болашақта да үлкен болғанда 25 келген кезде де. Мысалы, былтыр маған бізде депутаттарда қоғамдық қабылдау деген болады. Сол қоғамдық қабылдауда маған бір ана келді, оңтүстік Қазақстаннан. Баласы 1 жыл армияда болды, служит етті. Келді, бүгін анасына амандасты, кешке достарымен барып арақ ішкен. Араққа тойы болғанда жаңағы көрші үйге кіріп кеткен, көрші үйге. Сөйтіп әйелге тиіскен. Сөйтіп ана әйел арыз жазғанда бала 7-8-10 жыл сотталып отыр. Мамасы жылап отыр. Қара, 1 жыл анасы оны сағалап күтті. Үйіне келді, анасына амандасты, кластастары мен достары келді, жаңағы қуғынбай ішетіндер кетті. 7-8-10 жылға қараш. Бір қазақтың азаматының, өздерің сияқты бір азаматтың өмірі быт-шыт болды. Әскерден келген Болат ағаларың айтты ғой, үйлену керек, еліміздің санын көбейту керек, дұрыс азамат болу керек деген сияқты. Сондықтан алдарыңа үлкен мақсат қойыңдар. Сондықтан айналайын жігіттер, мен сендерге мына ердің жолы, ездің жолы деген. Ез деген кім, ер деген кім? Ер ол иманды жігіт, ал езде иман жоқ. Ал ер ол ақылды, ал ез ақылсыз. Ер еліне жауапкер, ал езде жауапкершілік жоқ. Ер жақсылық істейді, көмектеседі, қайырымдылықпен айналысады, ал ез болса қара басын ғана ойлайды. Ер інісіне ақылшы, қарындасына қамқор, інісіне де қарындасына достойын аға бола біледі. Ішпейді, жекпейді, оларға да солай үйретеді. Ал езгім қарындасына қарамайды, інісіне ақылшы емес. Өз аяқтар нашар клубта қыдырып жүретін болса, қарындасы басқа жақта, басқа клубта жүреді деген сияқты. Ал ер азамат ол кешірімді, ол еңбекқор.
Ал ез ол кешіре алмайды ешқашан. Ол еңбек етпейді. Ол ана алмақ біз аузыма түс деп жатады деген сияқты. Ер ол шекпейді, ол ішпейді, шекпейді, ішпейді жаңағы. Ал ез ол басқа жаққа барады деген сияқты. Ер ешкімге жамандық істемейді, ал ез біреуді лақтырады. Кедайт етеді қазір. Көп қой алаяқтар, интернет алаяқтар бар, басқа бар. Ең соңында, мысалы, ең соңында мына езді халқы қарғайды. Біреуді лақтырсаң, біреуді тонасаң, пара алсаң, жамандыққа барсаң, адамдарға зиян істесең, біреуді ұрсаң, біреуді тартып алсаң. Ал ер тек қана батасын алады. Нәтижесінде адамға жамандық істеген адамның өмірі де жақсы болмайды. Адамға жақсылық істеген адамның өмірі де берекелі болады. Сондықтан мына өмір деген нәрсе, мынау жақсылық, мынау жамандық, мынау дұрыс, мынау бұрыс, мынау ақ, мынау қара деген сияқты екіге бөлінеді. Сен оң жақты таңда, сол адаспайсың, сол еліңе пайдалы боласың. Сондықтан уақыт деген барлығы уақытша, жігіттер, өмір деген уақытша берілген, уақыт деген енді өзіме де қазір әдеттерін озып көп сөйлегім келіп тұрған жоқ. Айтатын нәрсе көп. Егер болашақта бір жеке кездесу өткізетін болсақ, осында мен спортсмендермен келіп, бір 2 сағат жігіттермен сұхбаттасайық, бірге тренировка жасайық, бірге жаттығу жасайық. Жаңа өздеріңізге ұсыныс айттым, рукопашный бойдан бөлек осынан jiu-jitsu'ды ашайық, Құдай қаласа. Мен қазір Федерациямен сөйлесейін, мүмкін осынан тренерлар жіберіп, жігіттермен jiu-jitsu ашып қойсақ, ертең балалар чемпион болса, мысалы, осында қаншама спортсмен балалар бар. Бокста, күресте болған балалар. Мына жаққа айналып ертең жарысқа дайындалып ертең халықаралық турнирге ұтып алатын болса, әлем чемпионы болса, ертең ата-анасы қуанады ғой. Әскерге келіп, бір жылы босқа өтпей, чемпион болып қайтса. Мына жақта кітап оқыңдар, айналайындар, қазір уақыттарың бар кітап оқуға. Күніне 100-ден отжимания жасау керек. 100 рет турник тартылу керек минимум. 500 отжимания, 1000 пресс деген сияқты. Приседания, спорт, бұл бар деп ойлаймын өздерінде. Сондықтан сіздерге тек қана жақсылық тілеймін, бауырларым, аман болыңдар.